өзімнің қате пікірімнен қайттым. Осыған дейін дәл осы ұстанымда болғанымды. Сталкинг мәселесі оқырмандарыңыз үшін жаңалық болмаса, сіз үшін жаңалық болған екен. Неліктен? Оңай ғой деп, немесе папаңа айт, ағаңа айт, жаңағы ортаға адам сал, қорқыт деген сияқты. Ең түбірінде бұл мәдениет деген сөз. Адамда мәдениет болмаса, ол кез келген шекарадан аттап кете береді. Мен далада қалдым, қаржысыз қалдым. Мектептегі мұғалімдік ақшаммен ғана, соныммен ғана алып шықтым. Эксперт деген кім? Күйеуіңе машина алғызудың жолын көрсетем дегендер эксперттер де болып жатыр. Мен инфосаған атанбаймын, егер мен мысалға сабақ жазатын болсам. Оның психологиялық проблемалары бар. Соны мен коучинг арқылы анықтап бердім. Бір адамға қаржыны байлау дұрыс емес деп ойлаймын. Ол мына заманда үлкен риск. Ұяттың да ұяты болады. Ұят ол жаман дүние емес. Әйел ажырасар алдында ол миллион рет ойланады. Миллион рет, ол оңай қадам емес. Ол тура сол еркектің тауып отқан ақшасын тауып отыр, тура сол баланы қарап отыр. Ажырасқан әйел ол одновременно бір мезетте ол әйел де еркек те. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендерім. Бұл My Prime Time деп аталатын Дана Нұржігіттің YouTube арнасы. Жазылуды ұмытпаңыздар. Менің арнамның бүгінгі қонағы ел ішінде Роза Коуч деген атпен өте әйгілі болған Роза Әшірбаева. Бүгінгі әңгімеміз таныстық деп айтуға да болады. Бұл сұхбат емес, бұл негізінен диалог болады. Өйткені менің Динара Сатжанға берген сұхбатымнан кейін сталкинг мәселесін Роза Әшірбаева өзінің парақшасында көтерген екен. Біз Роза екеуміз тек қана әлеуметтік желіде және жалпы бұқара ақпарат құралдарында бар екенімізді білеміз, бірақ бір-бірімізбен шынайы өмірде таныс емес едік. Сөйтіп Розаның сторисінде жариялаған мен сталкингті қылмыс деп қарамап едім. Бұл әйелдің жалпы отбасының жеке мәселесі, бұны да проблема деуге бола ма деген өзімнің қате пікірімнен қайттым. Осыған дейін дәл осы ұстанымда болғанымды қателік деп есептеймін және осыны айтқан келіншектердің алдында кешірім сұраймын деп айтып отырған сөзін естіп қалдым да Розаның жекесіне шықтым. Солай ғой, Роза? Дәл солай. Сәлеметсіздер ме, Дана ханымның оқырмандары. Бүгін сізде қонаққа келгеніме қуаныштымын. Рахмет шақырғаныңызға. Рахмет айналайын. Сен де бір сөзге келмей, Дана танысайық, сөйлесейік дегеннен кейін мен де ұшып Алматыға келіп қалдым. Сөйтіп, Роза оқырмандарынан кешірім сұрап отырған жерінен мен Розаны өзімнің арнама шақырып алдым да, осы әңгімені YouTube арнасында жалғастырайық дегеннен асығып Алматыдағы студияға келгенім осы мінекей. Қош келдіңіз Алматыға. Рахмет. Бірден жағдайымды жасап, осы подкаст студиясын тауып берген өзіңе де көп рахмет, Роза айналайын. Сен дегеніме кешірім өтінемін, бірақ менен сен біраз жас кішісің ғой. Әрине, сіз менің папамның ең жақсы көретін журналистсіз. Жылдар деген зулап өтіп жатыр. Менің атамның ең сүйікті журналисті деп айтатын кезеңде келеді шығар. Ол енді папам қуанатын болды бүгін сізбен көргеніне. Рахмет айналайын. Сонымен сталкинг мәселесі оқырмандарыңыз үшін жаңалық болмаса, сіз үшін жаңалық болған екен. Неліктен? Өйткені мен белсенді активист ретінде зорлық-зомбылық мәселесін өте көп көтеремін, бірақ та ондай нәрсе мен басымнан өтпеген. Көпшілік осындай өмірде келеңсіз жағдай, осындай зорлық-зомбылықты көргеннен кейін барып белсенді болып әлеуметтік желіде айтады ғой. Менде ондай тәжірибемде бағыма орай болған жоқ, бірақ проблемаларды, блогер болғандықтан проблемаларды көргеннен үндемей отыра алмадым. Сондықтан да мен оны үстіртін қараған шығармын ол тақырыпқа. Сталкинг мәселесі осы уақытқа дейін менің эфирлерімде оқырмандарымнан келетін сол нәрсе. Мен бывший жігітімнен құтыламаймын, бывший күйеуімнен құтыламаймын, артынан қалмайды. Сол кезде мен айтатын едім, полицияға жазсайшы. Жаймал, қалай сен шыдап отырасың, полицияға жазсайшы. Оңай шешілетін мәселе ғой деп. Оңай ғой деп, немесе папаңа айт, ағаңа айт, жаңағы ортаға адам сал, қорқыт деген сияқты. Сөйтіп айтатын едім да, мен бұл проблеманың осыншалықты терең, үлкен сондай бір адамды кәдімгідей сталкерлер адамды жындығып жүретіндей сондай жағдайға жеткізетін мен сіздің интервьюдан кейін білдім мен. Сосын мен осы мәселе бойынша өзімнің эфиріме шығып, бүкіл осы уақытқа дейін маған осы мәселеде сұрақ қойған оқырмандарым алдында кешірім сұрадым. Одан кейін ол туралы мен сторисімде айтып сізді белгілегеннен кейін сіз шықтыңыз ғой. Сол сторисқа маған тағы қыздар шықты ғой. Өте әйгілі қыздар шықты. Блогер қыздар шықты. Қалай басынан өткен оқиғасын айтып. Әлі де соңынан қалмайды, өтіп жатырды. Маған қорқынышты болды. Енді сол заңды қазір заң жобасын талқылап жатыр мәжілісте. Мен Абзал Құспанмен тікелей эфир жасадым. Және жұмыс тобына мен кіретін болдым.
Абзалқұстан шақырам деді. Бұл мәселенің соншалықты ушыққаны Бишімбаевтың оқиғасынан көріп отырмыз. Және былтыр міне жазда өзінің әйелін 30 жерінен пышақ сұғып өлтірген бір азаматтың оқиғасы бәрімізге аян. Сонда Абзал Құспаннан сұрадым ғой, сталкинг несімен қауіпті? Және жақын арада Канадаға да барып кетті осы мәселемен. Сонда айтады, сталкинг бұл қауіпті, аса қауіпті қылмыстың алдын алуға мүмкіндік береді дейді. Егер біз бұны заңмен тоқтатпасақ, біз сталкингті емес, аса ауыр қылмыстарды қарайтын боламыз дейді. Бишімбаевты уақытында тоқтататын болса, егер мысалға салтанаттың ізінен қалмай киберсталкинг, басында киберсталкинг болған, оны инстапарақшадан астролог ретінде көреді, таниды, ғашық болады, ізіне адам салады, директорларына шығады, танысады, танысқаннан кейін әйелдікке алады, әйелдікке алғаннан кейін 1 жылдан кейін оның жанын алады. Міне, сол кезде астролог ретінде танып, ізінен қалмаған кезде, егер салтанат арыз жазатын болса, мен сталкингке ұшырап жатырмын деп, мына оқиға, біз көрген қанды оқиға, қанды трагедия болмас еді. Сталкинг деген аса ауыр қылмыстың басы ғана. Ол адам оған бару, бармауы, енді адамның өзінің ішкі тоқтауына байланысты ғой. Біреу жарты жолға келіп тоқтай алады, ал біреу өзінің ырқына, өзінің эмоциясын тоқтата алмағаннан кейін пышақ алып жүгіретіні бар. Жаңағы 30 жерден пышақ сұғып өлтірді деген. Сондай оқиғалардың алдын алу үшін біз сталкинг туралы заң қабылдауымыз керек дейді. Және киберсталкинг деген жаңа интернетте ізінен қалмау, аккаунтын, телефонын бәрін аңду деген сөз. Яғни ортаға техниканы салу. Келсем, бұл заң өте керек. Жалпы біз осы уақытқа дейін сталкингті неге қоғамда бізге көзімізге көрінбеді? Өйткені бірінші когнитивті бір бұрмалау деп айтайық, қабылдау мәселесінде. Артынан қалмайтын жігіт, саған бір сүйіп қалған жігіт сияқты. Сен жақсы көрем, сенсіз өмір сүрамайым. Ол бір орысша айтқанда жаңағыдай ухаживание сияқты. Жігіттердің өзі соны солай ақтайды. Мен сүйдім, сол үшін мен оны артынан жүрдім. Ол бір махаббаттың көрінісі сияқты. Ол бірінші мәселе. Неге ол көрінбеді, сталкинг мәселесі? Екінші мәселе, ол уже өлім болғаннан кейінгі мәселе. Біздің фокусымыз адам өлген кезде ғана сол өлімге аударылады, оған дейінгі сталкинг процесі біз көзбізге көрінбейді. Мысалы, биыл апрельде Ақтөбе қаласында 32 жасар Мөлдір деген врач, эндокринолог қызды пәтеріне балконнан кіріп, таныс жігіт өлтіріп кетеді. Газеттердің бәрін қарайтын болсақ, жаңалықтардың бәрін қарайтын болсақ, артынан қалмаған айтылады да, бірақ оған акцент қойылмайды. Врач, жас 32 жасар қыз, 9 жылдан бері врач, осындай өлтіріп кетіпті, танысы дейді. Ал негізінде, егер зерттеп қарасақ, ол қыздың артынан қалмаған, ол сөйлескісі келмеген, сонымен балконнан түсіп барып өлтіріп кеткен. Яғни қылмыскерді тоқтату керек кезде біз үндемей қалып отырмыз. Қылмыстың басын біз тоқтата алмаймыз, көрмейміз. Ол бір ухаживание сияқты, махаббат. Және ол заңда көрсетілмеген. Егер сол Мөлдір, жатқан жер жайлы болсын, егер Мөлдір сол кезде мен сталкингке ұшырап жатырмын, менің ізімнен қалмайтын адам жүр дейтін болса, егер заңда осы бап жұмыс дейтін болса, біз тоқтатар едік сол қылмысты. Сондықтан мен қазір сол жұмыс тобына кірем деп отырмын. Жыл соңына дейін, Құдай бұйырса, осы заң қабылдануы керек. Өте қуаныштымын. Мен белсенді түрде осы заң үшін қазір күресіп отырмын. Басымнан өткеннен кейін мен өзімнің оқиғамды айтқаным, біреулер айтып жатыр, үй ішіндегі жағдайды несіне оны айтып, жаһанға жария салып отырсыз дейді. Мен бұл оқиғаны жеңіспен аяқтадым. Құдай қаласа, бәрін өз дегеніме жеткізіп, нүктесін қойып отырмын. Бірақ мен сияқты үндемей қалған әйелдер қаншама? Қазір мен өзім азаматтық позициямның тұрғысынан бізде заң қабылдансын деп талап етем, азамат ретінде осы мемлекеттің. Ал сізді естіген кезде, енді әйелдермен жұмыс істеп жүрген коуч ретінде танимын, бірақ сіз бұл мәселені білмеймін, әйелдерден кешірім сұраймын дегеніңізді естіген кезде мен де таң қалдым. Ұрдым, қалайша бұл мәселені тоқтату бәріміздің қолымыздан келетін нәрсе емес пе? Бұған назар аударту керек деп, мен одан сайын белсенді кірістім бұл іске. Бұл жерде, Дана ханым, ақпараттандыру мәселесі бар. Өйткені заң қабылданады, бірақ ол жұмыс істеу үшін біздің қыздар білу керек, бұл нәрсе дұрыс емес нәрсе екен. Жігіттер сен соңынан қалмағаны, мысалы телефон ауыстырса, жаңа телефон тауып алу, немесе блоктап тастаса,
қайтадан басқа нөмірмен басқа звондау, нөмірден звондау. тағы да инстаграмға жазылып алып басқа аккаунтпен жазылып алып қанын ішу деген сияқты осындай нәрселердің дұрыс емес екенін қыздар өзі түсіну керек. Бұл нәрсе дұрыс емес, мынау менің мазамды алып жатыр деп заң аясында осы мәселені тоқтата алса, әрине ол денсаулығына келетін зияннан, өлімнен өзін қорғай алады. Сондықтан жаңағы өзінің мәселесін айтып отыр дегенді айта беріңіздер. Тіпті мен ақ жаман болайын, бірақ ертең заң қабылданған кезде мынауың дұрыс екен деп айтқандарыңыз, сол маған сіздің берген бағаңыз сол болсын. Заң қабылданбайынша бұл мәселе тоқтатылмайды, тоқтамайды. Өлімге дейін апаратын оқиғалар қайталана береді. Сондықтан мен сонау Астанадан Алматыға ұшып келіп, сол Розамен осы жайлы сөйлескім келді. Одан бөлек ше мынандай бір қателік те бар да, сталкингке тек қана қыздар ұшырайды деген. Ер азаматтар да ұшырайды. Ер азаматтар да ұшырайды. Сондықтан мен айтып отырмын ғой, бұны әйел еркек деп қарамауымыз керек. Бұл гендер мәселесі емес. Бұл адам құқығы мәселесі. Права человека деп қайта-қайта Динара Сатжанда айта бергенінде сол. Бұл әйелдерден, я болмаса ер азаматтардан дегенім дұрыс емес, дегеніміз дұрыс емес. Бұл адам құқығы мәселесі. Адамның жеке өмірі тек қана адамның өзіне байланысты. Ешкім оның шекарасын аттап, оның хақын таптамау керек, құқын таптамау керек. Міне осыны біз, шын айтқанда, бұл құқықтық сауаттылық. Құқықтық сауаттылық. Біз қазір қаржылық сауаттылықты көп айтамыз, басқа да сауаттылықты айтамыз. Ал құқықтық сауаттылық деген бәрі осыдан басталады, мәдениеттен басталады. Ең барып тұрған кезде, ең түп-түбірінде бұл мәдениет деген сөз. Адамда мәдениет болмаса, ол кез келген шекарадан аттап кете береді. Сіз интервьюіңізде айттыңыз ғой, жаңағыдай менің хаттарымды оқыды, менің жаңағы документтерімді оқиды деген кезде да, былай қарасаңыз, кішкентай ғана бір қадам ғой, былай көзге көрінбейтін сияқты да, бірақ та оның өзі адам туралы адамның портретін айтады да. Сондай бір мәдениетсіздік, ертеңгі күні сенің мәдениетсіз адам ертеңгі күні сенің құқығыңды бұзады деген нәрсеге сигнал ғой. Осы мәселені көптеп ақпараттандыру. Жалпы мен сіздің осындай азаматтық белсенділікке келгеніңізге қуанам. Осындай сіз сияқты тәжірибелі әпкеміз, осындай үлкен белсенді, одан бөлек сізді халық таниды, осындай маңызды тақырып көтеретініңізге өте қатты қуанам. Рахмет, Роза. Бұл енді дәл осындай соқ қалмаса, мүмкін мен қала берер едім өзімнің аямда, өзімнің жайқалып тұрған телевизия деген әлемде. Сіз де айттыңыз ғой, мен бір бабылда өмір сүрдім, менде өмірімде бұндай болмаған деп та. Менде де ондай болған жоқ, мен тек сол маған келетін сол. Мен таза, тұнық бір мөлдір су ішіп жүрген екенмін бұған дейін. Менің бұлағымды лайлап, кәдімгідей менің керемет әлемімді, бұлбұл сайрап тұрған керемет әлемімді түнекке айналдырып жіберген күндер болды бұл. Сондықтан ол түнектен мен өзім ғана шыға алатынымды түсіндім да, Құдайға тәуба, осы жасыма дейін мен айналама жақсы адамдарды жинаған екенмін. Бір адамға көмектес дегенде бәрі тек сөз көмегімен, бәрі тек дәрігерлік көмегімен, бірақ жеме-жемге келгенде мен жекпе-жекке жалғыз өзім шықтым. Соңына дейін барғаным менің парламентте жұмыс істеген құқықтық сауаттылығым, заңмен қалай жұмыс істейтінді мен сол жерден үйрендім. Заңды түбегейлі зерттеу дегенді қалай болатынын сол жерде үйрендім. Қасыма жақсы адвокатты мамандар бергенде де айналамдағы таныс тамырлардан сұрап жүріп, маған осындай адвокат керек, әйелдің құқын қорғай білетін адвокат керек, әйелдің жанын түсінетін адвокат керек деген кезде Арайлым Қамбарқызына жолықтырды Құдай. Сол кісі екеуміз кәдімгі университеттен өткендей отырып, ол маған қылмыстық кодексті парақтап тұрып ашып береді. Мен әлгін зерттеймін. Осы жолдың түбіне діттеген мақсатыма не жеткізеді деген кездегі әрекеттерді өзіме қадам-қадам етіп блокнотыма жазып қоямын. Мынаны жасасаң, мынандай нәтиже аласың деп. Енді бұл жерде жаймен коучингке келе жатырмын мен. Коуч не үшін керек? Коучинг не үшін керек деген кезде. Бұған да қазір келеміз. Содан кейін қасыма Тілек Хамитов деген адвокатты берді. Ол кісі мынау мүлік бөлісудегі қадамдарымды жазып берді. Сонда екі іс қатар келген кезде екеуінің жұмысы қалай жүру керек. Соны біз кәдімгі бір команда болып жұмыс істегеннен кейін ғана біз нүктесін қойдық бұл істің.
жеме жеңмеге келгенде осы үшеуміз осы қылмысқа қарсы тұрдық. Енді Дана ханым қараңыз, жеме жемге келгенде әйелдің басына проблема түскен кезде иә қасында достары таныстары болуы мүмкін, бірақ та ең бірінші көмектесетін нәрсе бұл құқықтық сауаттылық біріншіден. Иә. Екінші өзінің қаржысы деп ойлаймын. Өйткені осыншама адвокаттарды жалдау. Енді қараңыз, мен жарты жолда ақшасыз қалдым. Өйткені мен телевизиядан кеттім. Мен Дана сөз шеберханасын аштым. Алғашқы 8 адамым 50 мың теңгеге ғана келді. Сонда мен тоқтамай оқыдым. Бэри Фаулер академиясына коучингті барып оқыдым. Не үшін? Мен өзіме өзім қоятын сұрақтарды іздедім. Мен сұрақты дұрыс қоймасам, менің қадамдарым дұрыс болмайды. Қарызданып жүріп $1000 тауып, Бэри Фаулер академиясының коучинг академиясын бітіріп алдым. Сөйтіп мен қадамдарымды анықтадым. Коучингтің не үшін керек екенін мен сол кезде түсіндім. Мен коуч болдым. Коллеги. Иә, қайры дедім. Бір қиындықтың бір жеңілдігі болады дедім. Бұл бір ма? Енді адвокаттар жалдаған кезде, жарты жолға келген кезде менің қаржым бітті. Мен адвокаттарға айттым, қаржым жоқ. Жарты жолда тастап кетем десеңіздер, мен ренжімеймін. Дана сөз шеберханасына келген кезде алдыма жеке меншік мектептің иесі келді. Дана, мына сабақтар маған емес, менің балаларыма керек, мен сізді ұстаздыққа шақырам, мектебіме келіңіз деді. Мектебіне жұмысқа тұрдым. Reading time деген сабақты өткізіп, балалар мен ата-аналардың арасын жақындату үшін балаларды кітап оқуға баулыдым. Сөйтіп мектеп иесіне мынандай шарт қойдым. Мен сіздің мектебіңізге мұғалім болып барсам, шартым мынадай. Мен қазір осындай қиын жағдайда тұрмын. Адвокаттарыма төлейтін ақшам жоқ. 5-6 айдың ақшасын алды бұрын берсеңіз, мен адвокатыма төлесем, мені алып қаласыз дедім. Бір адвокатым, Тілек Қамитов, мүлдем ақысыз жұмыс істеді. Дана апай, азамат ретіндегі берген көмегім болсын сізге деді. Арайлым Қамбарқызы жарты жолда ақшасыз қалды. Мен оның жарты ақшасын ғана төледім. Дана, мен бастауын бастап, аяғын аяқтамай, мен қасыңыздан кетпеймін деді. Міне, ісіне деген адалдығы ол кісілердің. Түсінем, қаржы өте көп керек екен. Мен ешқашан бұндай істе болмағанмын. Ешқандай бүлікке, ешқандай былыққа басым малынбаған. Ақшаның қаншалықты керек екенін сол кезде түсіндім. Мен далада қалдым. Қаржысыз қалдым. Мектептегі мұғалімдік ақшаммен ғана, соныммен ғана алып шықтым. Басқалай жағдайда әйелдерге қалай көмектеседі? Өте қиын жағдай. Тегін адвокат қалай жұмыс істейді? Ол бір Құдай біледі. Сондықтан мұндай жағдайда әйелдерге сталкинг деген кезде көмекті қалай беру керек екенінде кәдімгі қадам-қадам етіп жазып беру керек. Ақпараттандыру керек. Заң қабылданса, мен кез келген заң қабылданған кезде бірінші кезекте өзім оқырмандарыма осыны айтып берем. Және әйелдерге көрсетілетін орталықтар бар ғой, көмек көрсетілетін орталықтар. Сол жердегі адвокаттардың, психологтардың жұмысында қалай жөнге қою керек, қалай жолға қою керек, қалай тегін жұмыс істесе де адал жұмыс істеу керек, соңында айтып кету керек. Жүктеп кәдімгі мемлекеттен мысалға қайырымдылық жасайтын бизнесмендер бар емес па? Олар жаңа мешіт салумен, мектеп салу, жаңа басқа, ол да керемет дүние. Бірақ жесірін жылатпауға, жұдырықтың тепкінің астында қалып отырған әйелдерге көмектесудің тағы бір жолы осылай адвокат тауып беріп жұмыс істету. Я болмаса тегін жұмыс істеген адвокатқа да мотивация болсын. Оның бір сертификат алған кезде, оның мақтау қағаздары әйелдерге осылайша көмектесті дегені мансабына егер көмектесетін болса, неге олар қолға алмайды ондай нәрсені? Алады әрине, бірақ оған мотивация болу керек. Міне осы мотивация жолын да біз көрсетіп беруіміз керек. Осындай адвокаттар, жүрегі бар адвокаттар көп болу керек елдің ішінде. Тіпті менің өзім 30 жыл бойы телевизияда мансабын жасаған адамның өзім мен қалтамға қалып қалды. Бір тиынсыз қалдым. Өйткені телевизияда жұмыс істеуге денсаулығым жоқ. Қазірдің өзінде бірдеңе болса көзім жасаурай бастайды. Ал басқа елдердің жағдайы қандай болады? Өте қиын. Енді бұл мәселені қоя тұрып, коучинг мәселесіне келсек. Мен коуч Бэри Фаулер академиясын бітіргеннен кейін айтып отырған жоқпын, бірақ
коучтың менің әріптесім Махаббат Есенге қалай көмектесіп жүргенін көріп, менің де қызығушылығым оянды осы бағытқа. Махаббат өте ақылды келіншек, өте мықты журналист. Махаббат сияқты саналы адам осы академияға барып оқығаннан кейін мен неге бармаймын, мен неге оқымаймын деген ой келді маған. Сол осындай қысылтаяң келген сәтте мен Бэрри Фаулер академиясын тауып барып өзім қарыздансам да оқыдым. Сол кезде менің түсінгенім журналистикамен, әсіресе менің жұмыс істейтін интервью жанрында коучингтің журналистикадан бір ғана айырмашылығы бар. Журналист алдына келген кейіпкерді көрермен үшін ашу керек. Ал коуч алдына келген абдырап отырып жолынан адасқан адамды өзін ашып беру керек. Көзін ашып беру керек. Мен коуч практиканың бірнешеуін жасадым. Бұл өзіңнің жаныңды 1,5 сағаттың ішінде жүрегіңді, жаныңды беру деген сөз. Ана адамның орнына өзіңді қою деген сөз. Бірақ сен оған жолын тауып берген кезде ол адам кәдімгі шөлдеп жапан далада жалғыз өзі келе жатқан адамға су бергендей болады екен. Ананың көңіліне кәдімгідей сен сая тапқан кезде, сен оның жолын тауып берген кезде, адамның бақытты көзін көрген кезде сен өзің көңілің көншіп кетеді ана жерде. Сондықтан коуч пен коучтың айырмашылығын білу керек. Сіз коучингке қалай келдіңіз? Өзіңізге келейік енді. Мен коучингке жұмыс бабымен кәсіпкер болғандықтан команда басқару. Қай саланың кәсіпкерісіз? Мен медиадағы кәсіпкермін ғой, онлайнда. Мен де курстар жазамын, мен консультация жасаймын. Көбіне менде бизнес коучинг, мен лайф коучинг емеспін. Яғни олар бөлінеді ғой бізде, немесе лайф, немесе бизнес деп. Отбасылық коучинг болады, балаларға арналған профориентацияға керекті коучинг болады. Ол емес, менікі бизнес кәсіпте, кәсіпті жүйелеу және масштабтау мәселесі бойынша коучинг. Жеке алмаймын, яғни әрине мен өте көп әйелдердің проблемасын көтергендіктен маған жеке мәселемен жазады. Осындай отбасымда осындай енеммен, осындай күйеуіммен, осындай ондай мәселе бойынша мен коучинг жасамаймын. Тек кәсіп бойынша. Маған жұмысқа керек болды, команда басқаруға керек болды. Өзім үшін оқыдым. Шыны керек, өйткені кәсіпкер 2-3 адамның басын қосып басқаратын болсаң да, коучингсіз болмайды. Өйткені өзінің қол астындағы жұмыскерлермен сөйлесу, оны түсіну, оған өзінің ресурсын тауып беріп, жұмысқа мотивация беру, бұл жұмыс берушінің бірінші бір жақсы, өте маңызды қабілеттерінің бірі. Өзім үшін оқыдым негізінде. Ал диплом бойынша кімсіз? Қаржыгер. Психолог деген дипломыңыз жоқ? Жоқ, мен психолог емеспін. Мен ешқашан өзімді психологпын деп айтқан емеспін. Бірақ мен солай деп ойлайды. Неге екенін білмеймін. Коучингтің инфосығаннан айырмашылығы? Инфосыған деген түсініктің өзін адамдар қалай түсінеді? Көбіне мысалы осындай қызмет түрлерін алуға қорқатын адамда инфосыған деп айта салуы мүмкін, тексермей тұрып. Мамандар енді әртүрлі ғой, оны да бөліп жарып әр адам қарау керек. Бірақ инфосыған деген менің ойымда ол эксперттілігі жоқ ақпаратты сату деп ойлаймын. Адамның эксперттілігін тексеру керек та. Эксперт деп осыны кішкене тоқтала кетейікші. Эксперт деген кім? Күйеуіңе машина алғызудың жолын көрсетем дегендер эксперттер де болып жатыр. Тон алдырудың да жолын көрсетем деген эксперттер болып жатыр. Эксперт деген кім? Бір салада өзінің бір тәжірибесін дәлелдей алған адам шығар. Егер жаңағыдай күйеуіңнен қымбат сыйлық алып берем деген нәрсе мүмкін өзінің басына сондай болғаннан кейін. Мен экспертпін ба мысалға? Мен қай салада экспертпін? Журналистика деп ойлаймын, сіздің эксперттілігіңіз. Мен инфосыған атанбаймын, егер мен мысалға сабақ жазатын болсам. Сіздің шеберханаңыз бар емес па? Менің офлайн шеберханам бар. Онлайн жаздым мен. Бірақ бұл мен айтар едім кіріспе ғана курс. Өйткені дана сөз шеберханасында мен адамның көзін көруім керек. Мен адамның табиғатын білуім керек. Дәл осы жерде мен коучингтің тәсілдерін қолданамын. Өйткені бұл өте табиғатына байланысты дүние. Бір адам мысалға мен ұялшақтығын жеңе алам ба, жеңе алмайым ба? Ол ұялшақтықтың ар жағында не тұр? Неге ол бұқара алдында сөйлеуге қысылады? Мен бір қызды көрдім алдыма, апай, мен сізден сөйлеп үйренуді армандап келдім дейді.
жарайды, көрейік. Бірақ мен қарасам, маған келген 5 күннің ішінде ол оны үйрене алмайды. Өйткені оның басында басқа проблема тұр. Ол 3 баласымен күйеуінен ажырасқан. Күйеуі әбден тепкінің астына алып, бұл көрмеген зардабы жоқ ана қыздың. Саған не үшін керек әдемі сөйлеу десем, мен туған сіңілім күйеуге шығып жатыр. Мен тойға барып тост сөйлегім келеді дейді. Бірақ мына жақта басқа проблема. Мына жақта басқа бір. Менің басымнан өткізген дүниелерім есіме түссе, мен оған бақыт тілей алмай тұрмын дейді. Ол ана проблемасын жеңбей, мен оған қазір сөз сөйлеудің шеберлігін үйрете алмаймын. Оның психологиялық проблемалары бар. Соны мен коучинг арқылы анықтап бердім. Мен айттым, сен қазір маған келуге дайын емессің, айналайын дедім. Мен қалай онлайн сабақ жазам? Егер мен жалпыға бірдей, бұл заң деген нәрсе емес қой. Заңның қағидасы ол қатып қалған дүние. Былай жазылады, болды, одан оң сол деген жүріс жоқ. Заңда қалай жазылады солай. Салық та солай. Салық кодексінде осылай жазылған, сондықтан салығың бәленбай процент болу керек дейді. Ал табиғатпен, адам табиғатымен жұмыс істеген жерде маған көз керек. Маған оның тынысы керек. Маған оның табиғаты керек. Түсініңіз бе? Сондықтан мен кіріспе ғана курс жаздым. Кіріспе ғана курс Өте дұрыс методология деп ойлаймын. Өйткені маған да мен негізі көп таныстарым бар, эксперттер, пиар саласында, маркетинг саласында мықты мамандар бар да, олардың басындағы білімін, мысалы үшін мен білгім келеді. Бірақ оның уақыты жоқ маған сабақ беретін. Сіздің де уақытыңыз жоқ, мен сізден сабақ алатын болсам. Бірақ хотя бы жаңағы басындағы базасы бар ғой, кіріспе сабақ. Сол сияқтын біліп, одан кейін барып жеке сізбен офлайн барып оқуға баратын осы методологияны мен көптеген эксперттерге ұсынамын. Мен кәдімгідей курстардың фанатымын былай қарағанда. Әр эксперт менің ойымша біріншіден осылай видео сабақ ретінде өзінің базалық білімін беру керек деп ойлаймын. Міне эксперт деген осы. Екінші мәселе кітап жазу керек деп ойлаймын. Дана ханым, кітап жазыңызшы. Кітап жазу керек деп ойлаймын. Өйткені мен сізді эксперт ретінде мойындаймын, сіздің тәжірибеңізді білем, және де сізден әлде бір қолым, ақшам жететіндей суммада сізден бір білім алып қалғым келеді. Сондықтан да мен эксперттерден, пожалуйста, курс жазыңыздаршы, өтінемін сізден, курс жазыңыз, кітап жазыңыз деген сияқты, солай мен жинап жүремін. Бұл мәселеде кішкене былай ара жігін жіктеп қарау керек та, эксперттіліксіз, тәжірибесіз курс жазу мен тәжірибелі эксперт оқыған сертификаты бар адамдардан курс алу, бұл екі түрлі нәрсе. Инфобизнеске жалпы мен қарсы емеспін, бірақ инфобизнес дегеніміз ол тек қана курс қана емес қой, инфобизнес ақпарат сату. Кітапта ақпарат, онда бай қарағанда инфобизнеске жатқызуға болады, бірақ көп эксперттер маған келіспеуі мүмкін, бірақ қарасаңыз қазіргі кезде кітаптардың көпшілігі бизнес тілде, осындай эксперттілік, біз тек қана классика оқымаймыз ғой, тек әдебиет оқымаймыз. Осы сияқты болғандықтан кітаптың кейбір салаларын мен инфобизнеске жатқызатын едім, өйткені осындай эксперттер осы инструмент ретінде қолданады, кітап жазу арқылы. Біреулер ақпаратты оқу арқылы қабылдайды, біреу аудио арқылы, біреу көру арқылы қабылдайды. Сондықтан да менің баста маған келетін, менде одан бөлек маркетингтік агентством бар, Бөлме Digital. Біз қазақ тілінде креативтер және жарнамалық стратегиялар ойластырамыз. Сол жерге келіп, маған стратегия керек деген эксперттерге мен міндетті түрде тура сіз сияқты базалық курс жазуды рекомендация жасаймын, кеңес беремін. Одан кейін барып, сіздің жеке консультацияңыз, жеке сабағыңызды, офлайн сабағыңызды алуға бұл жақсы бір кіріспе. Сондықтан да сіздің методологияңыз өте күшті деп ойлаймын. Рахмет. Коучке қайтадан оралайық. Мен осыны оқып жүрген кезде, енді бұған дейін де біраз оқуды оқып тастадық қой. 16 жыл музыкам бар. Ол енді нағыз каторга, нағыз кәдімгі ит жеккеннің еңбегі, ит жеккендегі еңбек сияқты. Одан кейін MBA, одан кейін телевизиядағы жұмысымыз, Бірақ маған бір ашылатын жері, мен тұтас бір компаниялардың өзінің коучы бар екенін. Тұтас бір мемлекеттің өзінің коучы бар екенін естіген кезде мен таң қалдым. Демек ол керек. Не үшін керек? Оны тектен текке шығарып отырған дүние емес қой. Міне осы орайда біздің, енді сіз әйелдермен жұмыс істейсіз негізінен, біздің әйелдерге коучинг не үшін керек? Неге осыншама сұранысқа ие ол? Коучингтің бірден бір принциптарының бірі, әр адамның өзінің мақсаттарына жетуге өзінің ресурсы жетеді деген принцип. Біздер коуч ретінде осылай сөйлескен кезде өзінің ресурсын іздеп, өзіне көрсетіп, жаңағы көзі жанып, қуанып, сондай энергия алып, ол ары қарай өзінің жұмысын алып кетуге керек. Бізде әйелдерде олар өздерінің ішкі сондай ресурстарын білмейді.
өзінің құқығын білмейді. Адам құқығын білмегеннен кейін өз ресурсына сенбейді ол. Одан бөлек әйелдерді көбісін білесіз, университет оқып, бізде енді қазақта қызына диплом алып беріп барып ұзатады ғой, бірақ диплом алды ары қарай күйеуге тиіп кетеді. Жұмыс істеген жоқ, алған білімін іске асырған жоқ, сенімділігі төмендеген, ол өзінің ішкі ресурстарына сенбейді. Менің аудиториямда өте көп сондай қыздар, келіншектер бар. Кезінде жаңағыдай өз-өзіне сенбей, өз ресурсын таппағандар. Содан кейін де мен былай қарағанда, менің контентіме қарасаңыз, көбісі көп жаңағыдай мизогиндік көзқарастағы немесе ер азаматтар маған қарсы, өйткені мен әйелдерге жаңағыдай мотивация беріп отырмын. Мүмкін бір дөрекі сөйлеп шығар, бір ұрсып шығар, сондай шығар. Агрессивті, қамшылап аламын қыздарды. Бірақ бастапқы менің қыздарға өзің ішіңе үңілші, сенде бар осындай мүмкіндік, сенің құқығың бар, мемлекет сені қорғайды. Егер сен өз талап етсең, бізде мысалы қыздар айтады, мен күйеуім ұрды, мен участковыйға барған кезде ол айтты, сен үйлеріңдегі болып жатқан проблема ғой, өзің шеш, ол не қыласың деген сияқты. Ол жерде участковый мүмкін заңды білмейтін шығар. Мүмкін біліп тұрып істемейтін шығар. Егер бірақ әйел өзінің құқығын білсе, ол телефонын қосып, мен қазір сізді аға лейтенант осындай. Қазір мен сізді TikTokқа салып жіберем. Неге сіз өзіңіздің неңізді жұмысыңызды жасамайсыз, неге сіз менің арызымды қабылдамайсыз деген сияқты. Осындай сияқты. Сосын қыздар мысалы жігіттерге алданып жатады. Қалай тексеруге болады жігітке алданбау үшін? Кредитный бюродан тексер, иінін берсін, үйленбеген тексер. Қазіргі кезде үйленген жігіттер жас қыздардың миын айналдырады. Осындай сияқты лайфхактарды айтам, ұрсып алам агрессивті түрде. Әрине бұл коуч сессия емес менікі. Мен блогерлік өзімнің мүмкіндігімді қолданып қыздарға массалық түрде бір өзіңе үңілші, өзіңнің мүмкіндіктерін танышы, көрші. Өтінемін сенен аңқайып отырмашы, жем болмашы деген нәрсені айтамын. Мұны инфантилизм дейді. Инфант деген бала деген сөз. Біз неге сол бала санасында қалып қойғанбыз ба сонда? Енді бүкіл аудиторияны жетектейтін адам керек. Неге бізге сондай жағдайға түстік біз? Қалайша? Дана ханым, мен бұл мәселені біз сараптай алмаймыз ба? Біз сыни ойлана алмаймыз ба? Сыни ойлау жоқ. Сыни ойлау мәселесінде бұл мәселеде мен ойлаймын білім басқармасы, білім министрлігі жалпы бағдарламаларға бір өзгеріс енгізу керек, сабақ беру процесінің өзінде. Роза, мен кеше баламмен сөйлесіп отырып, кешкі жатарда біз баламмен ең қымбат уақыт сол жатардағы уақыт деп ойлаймын. Мама, біз бір дәстүрімізді ұмытып кеттік дейді. Таңертең кешке біз құшақтаспадық, мама, біз әңгімелеспедік дейді. Сонда бір әңгіме естідім баламнан. Бір баламен өзін салыстырып отыр. Өте бір ерке бір досы бар. Соны бүйтеді, ол ақылды дейді, мен данамын дейді. Даналық пен ақылдың айырмашылығы неде балам деп сұрадым. Сөйтсем айтады, ақыл деген ол фактты білу деген сөз. Ал даналық деген ол түсіну, түйсікке түйу дейді. Мен таң қалдым. Балам 14-ке келеді. Соның айырмашылығын біліп отыр. 14-тегі бала біліп отыр. Баламды мақтап отырғаным емес. Кейде мен сол сұрақтың түйінін білмейді екенмін, шешімін білмейді екенмін деп өзім таң қалам. Ал сондайды білмей отырған дап-дардай әйелдер сізге хабарласады. Таң қалдырған бір сұрақтар бар ма? Құдай ау, осы жасқа келіп соны білмейсің ба деп. Білесіз ба, өзім жұмысымда мен адамдардың сыртқы кейпіне қарамай, коучингтің принципі сол ғой, с тобой все окей, со мной все окей. 40-қа келсе де жаңағыдай өзінің жолын таппай, бар мүмкіндігі болса да соны қолданбаған әйелдерді көрген кезде шыны керек, бұрын мен де мизогиндігімді ұстап мен сөгетінмін. Сен қалай 5 тілді біліп, соншама мемлекетте жұмыс істеп, өстіп сорлап жүрсің деген сияқты. Бар ондай қыздар ше, алтын басты, действительно сондай білімді 5 тілді біледі. Мен өзім 3 тілді білемін да. Ол 5 тілді біледі. Соның өзінде сорлап, нанын таба алмай, бір еркекке жем болып жүрген әйелдер бар. Сондай кезде мен басында мен ұрт сөгетінмін. Кейін мен түсінем, жалпы білесіз бе, сталкердің, манипулятордың, газлайтердің несіне түсіп қалған, арбауына түсіп қалған әйел, ол бір гипноздағы сияқты. Оның өз жерде интеллекті, оқыған білімі, білетін тілі ештеңе көмектеспейді. Негізі газлайтердің құрбандары, газлайтердің құрбаны негізі жаңағыдай сталкинг сияқты жындығып жібереді. Қазір ғана сен айтып отырсың, айтады да, ертесі күні мен өйтіп айтқан жоқпын дейді.
білесіз ғой, газовый свет пьесасынан қалған термин газлайтер. Сюжеті бойынша бір ер азамат бай әйелді сөйтіп жынды қылады. Қалай жасайды? Мысалы, светті жайып қояды да, сосын әйел айтады, мына жер қараңғы ғой деген кезде, жаным саған бірдеңе болған ба? Мына жер жақсы дейді. Немесе бір түнде алады да, осылай тұрған дастарханды столды алып залға көшіріп қояды. Сөйтіп шығады, стол кухняда бұл жерде тұрған емес еді ғой. Жаным, сен есің дұрыс емес па деген сияқты. Ол сол пьесадан қалған газлайтинг, газовый свет деген термин, ал бізде қазіргі кезде қоғамда ер азаматтар қалай не істейді? Мысалы, барады да әйелін көзін шөп салады. Әйел оны көреді, бүкіл дәлел бар, сурет бар, біреулерге айтып жатыр, ойбай сенің күйеуің жүріп жатыр деген кезде, сөйтіп келген кезде, жаным, мен сені жақсы көремін ғой. Мен сені жақсы көремін, қаш, мен келіп тұрмын, үйге келіп тұрмын. Ол деген ол махаббат емес ол. Мен сені жақсы көремін. Былай қарағанда әрекеті басқа, ал сөзі басқа. Я? Газлайтер осындай әрекеттермен сап-сау адамды жынды қылады. Яғни сен уақыт өте келе ондай адаммен өмір сүрген кезде өзіңнің сау адам екеніңе күмәндана бастайсың. Рас. Менікі дұрыс па? Ол кезде ақыл шетте қалады. Сенің дипломдарың, шетелдегі сенің тәжірибең бәрі шетте қалады. Сен кәдімгідей өзімнің мен адамым ба, мен тұлғам ба, менікі дұрыс па? Сен саған ақты қара, қараны ақ деп отқан адамға қараған кезде, мынау аналитика, жаңағыдай ұлыңыз айтып отыр ғой, даналық дегеніміз ол жаңағыдай түйсікке алып бар, ол жерде аналитика сенде өшіп қалады. Бүкіл сенің компастарың бұзылады ана жерде. Дұрыс. Дәл солай. Сондықтан да бұл жерде біз әрине қыздарға білім алыңдар, оқыңдар дейміз, бірақ ең үлкен нәрсе мынандай мәселе. Газлайтердің осындай манипуляторлардың, абьюзерлардың ең жаңағы көзге көрінетін бір талаптарының бірі, сен туған туыспен араласпайсың, сен достармен араласпайсың дейді. Яғни саған сыни көзқарасты айта алатын адамдармен контактыны үзіп сырт көз жоқ. Сөйтеді да әйел бүкіл әлемге тек қана сол газлайтердің көзімен қарайды. Оның айтқан адамы жақсы, оның сөйлегені жақсы, сөйтеді да ол бір күні былай дейді, екінші күні былай дейді. Ақпарат көзі сенде біреу ғана, сол адам ғана. Менің адвокаттарым Дана, сіздің сабырлығыңызда шек жоқ екен деді ғой. Шек жоқ екен деді. Жаңағы айтып отырғандарыңыздың бәрі дұрыс. Мен бір ғана нәрсе қосқым келеді. Бұндайдан әйелді сол қапастан алып шығатын бір ғана нәрсе, көпшілікпен араласа беру керек. Шақырған жерден қалмау керек. Той тумалақ болсын, қыздардың отырысы болсын, ештеңеге қарамай араласа беру керек. Сосын сіз сияқты коучтерді, я болмаса осындай бір ортаны іздеуді тоқтатпау керек. Басқа жерден естіген ақпаратың, басқа жерден көріп қалған іс-қимыл, біреудің бір жақсылық жасап жатқанын көріп қалсаң, соны өзіңе жұғысты етіп алып келесің өзіңнің әлеміңе. Сондай нәрселер. Мен сияқты тәлтіректеп жүріп сол коучингті таптым ғой, оқыдым ғой. Мүмкін ол тікелей көмектеспеген шығар. Бірақ өзіме сұрақ қою арқылы сол түнектен алып шығу жолы осылай болды. Сондықтан үнемі білім іздеп үйреніп қалған адам өзін өзі дәл осылай емдеп алады екен. Анау орыстарда сөз бар ғой, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Өзің суға кетіп бара жатқаныңды, талып бара жатқаныңды түсінген сәттен бастап желкелеп өзің алып шығуың керек өзіңді өзің. Сол айтатын, мен де қыздар айтатын, сол қыздар оқудан тайынбаңдар. Бізде сосын білесіз ба, бұндай стереотип бар, өте көп адамдар айтады, особенно мизогинді адамдар айтады да, әйел әйелге жау дейді да. Енді жаушылық гендердің ішінде болмау керек деп ойлаймын, бірақ менің қазіргі кездегі принципім, жалпы қыздарға үйрететін, ол әпке сіңлілік қарым-қатынас, әйел әйелге керек деген келеді. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, ешкімнің шақырған жермен қалмау керек. Туған туыстың ортасында болса да, мүмкін туған туыстың ортасында біреу саған айтатын шығар, ой, осы күйеумен қалай да болса деп айтатын шығар, бірақ арасында біреу бәрібір айтады. Мынау дұрыс емес деген сияқты, жаңа көзің көгеріп келіп отырғанда, немесе сен үйден шыға алмай отырсаң, кішкене күрсінсейші, өзің қарасайшы деген сияқты да, әйел әйелге керек, адамға сөз керек, бір қолдау керек. Мен сосын жаңа орта іздедім. Менің ортам ақын, жазушылар, журналистер, әншілер, өнер ортасы. Мен баяғыда осы Софи Коччиаурелли деген актрисаның бір сұхбатын оқығам.
Коте Махарадзе деген спорт комментатор, бірақ әу баста ол да театр актері, кино актері болған. Екеуінің одағы жұбы, екеуінің де екі жақта семьясы болған. Соның тастап екеуі бас қосқан. Сондай енді екі жарты бір бүтін дейді ғой, бір бүтін болып өмір сүрген адам. Аяқ астынан Коте Махарадзе жүректен кетеді. Сонда Софи Кочеурелеға келіп айтады ғой, сіз осындай үлкен махаббатпен бір-біріңізді таптыңыздар. Котеден бір күнде айырылып қалған кезде өзіңізді қалай емдеп алдыңыз дейді. Кітап оқыған шығарсыз, музыка тыңдаған шығарсыз, жоқ дейді. Ондай дүниелер мені одан сайын тұңғиыққа апарады дейді. Мен күректі алып жер қаздым дейді. Кәдімгі физикалық тұрғыда өзімді жеңдім, қара термен жеңдім дейді. Мен әлгі ортадан қаштым. Әнші, жазушы, ақын, өйткені олардың өлеңдері, олардың жазған текстері мені одан сайын тұңғиыққа түсіретін түсіндім да, маған жаңа орта керек деп, бизнес коучингтің ортасына келдім. Олар бизнесті айтады, ақшаны айтады, қаржыны айтады. Онсыз да мен қаржысыз жүрген кезім, қаржының көзін табудың жолын көрейінші мен. Осы қыздар неден бастайды? Біреу шұлық сатады, біреу торт жасап бірдеңе сатып жатыр. Соның бәрін көріп отырып, маған курс жазу деген ойыма келді. Мен не сата аламын? Менің қолымнан не келеді? Сөйтіп мен 50 жасымда курс туралы ойлай бастадым. Басқалар жазып, жаңағы ұят пайда болды менде. Ойбай, менде курс жазам ба? Менің кеше журналист болған атым қайда қалды? Менің сенатор болған атым қайда қалды? Менде курс жазам ба? Сонда менің курсым қандай болу керек деген ой келді маған. Мен дана сөзді жасадым. Әйтеуір бірдеңе жасай беру керек. Шығады. Менің ұстаздық жолым шықты осы жерде. Менің гайд курсым шықты, кіріспе курс. Ол қысқа ғана. Бірақ ол данамен көзбе-көз отырып, сабақ алу, дәріс алудың бірден бір жолы. Алғыңыз келе ма? Соны бір күні адвокаттар жазады. Менің сотта сөйлегенімді естіген, білген, көзбе-көз естімесе де біледі ғой енді сотта сөйлеген. Үйренейік деп па? Мен сотта абдырап қалам, мен адвокат болып қорғай алмай қалам, өйткені мен ұялшақпын, сөзімнен тұтылып қалам дейді. Содан кейін чиновниктер келе бастады, маған да көмек керек деп. Әрине. Әдемі сөйлеу. Жаймен бастап менің алғашқы курсымды алғандары болды, менің алдыма келіп сабақ алғандары болды. Сөйтіп мен жаңа жол таптым. Одан кейін неге YouTube бастамаймын? Алғашында мен де қателік жасайтын шығармын. Менің де бір түрлі соқпаққа түсетінім бар шығар. Бірақ қателіктен ешкім кепілдік бермейді. Сен қате жасамауың керек деп маған ешкім тоқпақтап тұрған жоқ қой басымнан. Бастау керек, ең бастысы. Біреуін айтып, біреуіне кетіп жатырмын ғой. Сондықтан жаңа орта іздеу керек деп айтыңызшы. Андай әрекетті өзгерту керек та? Бұрынғы істеп жүрген істерінен бөлек нәрсе жасау керек қой. Жаңа сізде шығармашылық ортада жүрген кезде, мындай күреп ақша табатындардың ортасына барған кезде фокус ауысады ғой. Мен де ана қыздарға айтатын ең андай бывшийімді қалай ұмытам деп маған қыздар сондай сұрақ қояды ғой. Сонда мен айтамын, бір 10-12 сағат үздіксіз аптасына 6 күн жұмыс істейтін жұмысқа тұрып алшы. Бывшийің түгілі атыңды ұмытасың деп ше. Сату қалтаңда ақша қалады деп айтамын да. Қазір ең болмаса 1-2 күн бір демалатын, дамылдайтын кездерім болады. Сонда өзім бір арам тамақ сезінем өзімді. Неге мен тоқтап қалдым? Неге мен ештеңе істемеймін? Неге мен бүгін үйде жатып қалдым деп. Бір жағынан ондай енді қалай деп десем екен, шапқылай берудің де керегі жоқ шығар. Бірақ кейде менің баламның әкесі айтушы еді кезінде, Владимир Ерих, мен осылай дамылдап қалған кезде жұмыс істемей далаға шығып. Отырам ғой енді. Ойбай, сен әшейін бүгін серуендейтін болыпсың ғой деген сияқты әңгіме айтады да. Өзімде бір түрлі наным адал емес сияқты болып қалдым десем, ана айтады, жирок надо набрать, значит, впереди большая битва дейтін. Успокойся, сен кішкене демал, жирок надо набрать, впереди большая битва деп. Сосын 13-ші жылы 17 жыл жұмыс істеген хабарымнан бір күнде шығарып жіберді ғой. Володядан кейін мен шығарып жібердім. Сол кезде далада қалған шығармын деп фриланс болмаған ғой оған дейін. Ойламаған жерден ұсыныстар келіп түсіп жатыр, ананы жүргізу керек, мынаның сценарийін жазу керек, фильм түсіру керек. Сөйтсем, Володя айтады ғой, это надо было так уйти с работы, чтобы найти работу, дейді ғой. Айтады ғой, мына орыстарда бар ғой, опыт не пропьешь дейді ғой, орыстарда айтатын сөз бар ғой. Сол сияқты негізі тәжірибесі бар адам, эксперт адамның артынан өзі очередь тұрады.
ол сондай нәрсе. Сіз ешқашан жұмыссыз қалмайсыз. Мен сол қыздарға да айтатыным сол ғой, бала туып жүрсең де, бізде енді орта азиялық әйелдердің мәселесі неде, жаңағы стеклянный потолок деп атамыз, липкий пол дейміз иә. Әйелдер үйде жұмыспен отырып қалғандықтан карьерасы үзіліп қалады. Сонда мен жаңа әйелдерге айтамын, әр баланың ортасын 4 жылдан салсаңдар, жұмысқа шығып үлгересіңдер, баланы садикке беріп үлгересіңдер деп. Сөйтіп былай қарағанда сонда элементарный жоспарлау, бала тууды жоспарлау. Яғни менің ойымда біздің орта азиялық әйелдер, біз әрине қазіргі кезде батысқа қараймыз, Европаға қараймыз, сол жақтың әйелдеріне қараймыз ғой. Орта азиялық әйелдің образы бөлек. Бізде енді бекер айтпайды ғой, әйелі бір қолымен бесік тербетеді, бір екінші қолымен әлем тербетеді. Қазіргі кездегі әйелдер егер осы жүктілігін жоспарлай алса, көп ондай әйелдер ше, жоспарламасы да 4-5 баламен карьера жасап жүргендер бар. Сосын тағы бір нәрсе, бұны маған бір ұстаз апайым айтты, жалғыз қыздың өзі тәрбиелеген. Мен қызыма оқы деп қай жерге дейін оқу керек екенін айтпаппын дейді. Әлі тоқтамай оқып жүр дейді. Байды ойламайды, баланы ойламайды дейді. Оны да жоспарлау керек екен. Мен қазір ойлап қарасам, 17 жасымда жалғыз қалдық біз. Әкеміз кетіп қалды. Шешем жесір, 3 баламен дүние төңкеріліп жатыр. Бүкіл Совет одағы қирап жатыр. Шешеміз ерке келіншек, әкеміз мал табар, нан табар кісі болды. Ол коммунальный нені қайда төлейтінін білмейтін адам болатын шешем. Үйдің қонағын күтеді, әкемді күтеді, 3 баланы жетектеп сөйтіп жүрген адам ғой бір күнде. Содан менің ойымда әкем соңғы рет көргенімде бауырыңа ие бол, мамаңа ие бол деп айтып кеткені бар. Үйдің тұңғышымын ғой. Мамаңа ие бол деп па? Иә, мына мамаңды сыйла, үйдегі бауырларыңды жеткіз, өзіңе аманат, мына библиотекам аманат деп кеткен есімде әкемнің. Содан менде отбасылық модель болмаған екен. Мен оқуым керек, мен үйімді жеткізуім керек, артымдағы бауырымды жеткізуім керек деген ғана ой тұрған екен. Мен жақсы мамандық иесі болуым керек, алды болуым керек дегенді. Қазір ойлап қарасам, мен бір қонақ күтейін деген жоспарым болмаған екен. Жоқ, мен бір үйдің сары қарын бәйбішесі болуым керек деген модель болмаған екен ғой менде. Сондықтан да мүмкін мен карьера жасайым дегенім емес. Менің арманым журналист болу. Арманым жақсы журналист болу. Енді жеттім бе, жетпедім бе, бір Құдай біледі. Адамдар бағасын бере жатар. Бірақ қазір ойлап қарасам, осы әлімді бергеніне тәуба. Өмірде Володя сияқты керемет жарды көргеніме тәуба деймін. Екінші адасқаным адасқан. Оны мойындаймын. Бірақ ешкім менің өмірімді сөйтті деуге қақысы жоқ. Бұл менің өмірім. Солай деп қабылдау керек сияқты. Мен барлық нәрседе есеп керек қой. Жаңа сіз айтқандай, оқудың да есебі керек. Оқудың да есебі бар. Оқудың да бір тоқтайтын жері бар. Мен өзім интернатта оқығаннан кейін, мен қасымдағы қыздарға кейде есіме түседі кейбір оқиғалар. Каникулға шыққан кезде елге тараймыз ғой, балалар. Республикалық мектепте жатып оқыдым. Сонда мына оңтүстіктің кейбір қыздары Совет кезінде көп нәрсе дефицит болды ғой. Алматыда ғана тұратын дүниелер бар. Шампунь, үйге алатын кесе шайнек, сондайларды каникулға шыққан кезде әке-шешесі ақша беріп жіберетін. Мынаны ал деп. Сонда шанышқы, қасық, кесе соны түгендеп үйіне апаратын сол қыздар. Ертең жасауыма қосам деп. Сол кезде 5-6 оқып жүрген қыздар, қарап отырсам, қазір бәрі немересін бесікке салып отырған кемпір болған, менің класстастарым. Сол кезде олар отбасылық өмірге дайындалған қыздар. Мен мынау іскерлік өмірге дайындалған бала екем. Сол кезден бастап. Үйдің нантабары болып, мансап жасайтын, сондай қоғамдық белсенділікті көрсететін әйел ретінде өзімді өзім солай шыңдаған екем. Бұны мен қазір ойыма келіп отыр. Мен неге сондай болдым дегенде. Үйдің үлкендерінің мойнында жүк көп қой, бір жағынан. Дулат Исабековтың әпке деген шығармасы ойыма келеді осы жерде. Бүкіл туған туысына, бауырларына қорған болып, аяғында жаңағыдай болып қалған. Енді мен де әке-шешем маған оқы, адам бол, оқы деп сөйтіп тәрбиеледі. Бір кішкентай кезімде менің ата-анам, біз енді оңтүстік жақтан болсақ та, ертең сен күйеуге тиесің, ертең сен келін боласың, ертең сен деген әңгіме айтқан емес. Мен таң қалдым да, мен университет бітіретін кезде, қызым сен қашан күйеуге тиесің деген кезде, ол да бар ма еді дедіңіз бе? Жайма деген сияқты.
жайма деген сияқты. Жігітім болды, сол жігітіме күйеуге тидім ғой, но жаңағыдай ертең сен күйеуге тиесің, ертең сен бір үйдің отын тұтатасың, ертең сен осындай енеңе қызмет етесің деген әңгіме маған айтылған емес. Оңтүстіктің қызы болсам да, әкем де анам да ондай нәрсе айтқан емес. Олар мамандығы кім еді? Бухгалтерлер. Екеуі де, есепшілер екеуі де. Сол өмір бақи сол жаңағыдай оқысаң адам боласың, оқысаң ғана ертең наныңды табасың, оқы дей берді ғой. Сөйте берді тек қана. Сіз қазір әйелдермен көп сөйлесесіз, дегенмен қоғамды да зерттейсіз ғой, әйелдерден бөтен ер азаматтардың да енді отбасылық дүниелерін сарапқа салған кезде. Дәл сол әлеуметтік социологиялық бір зерттеу жүргізбеген шығарсыз, бірақ дегенмен сіздің көзіңізге қалай көрінеді? Қазір әйелдер мықты да, ер азаматтар осал деп айтып жатады. Осы пікірге сіздің көзқарасыңыз қандай? Ол пікірге мен келіспеймін. Қазіргі кезде мына әлеуметтік желі шамамен 2012-2013-те дами бастады. 2018-дерде әлеуметтік желі арқылы кәсіп жасау пайда болды. Әйелдер үйде отырған әйел, оны сыртқа 2-3 сағатқа баласын тастап шықпайды, үйде отырып, телефон шұқылап отырып ақша табуды үйренді. Әртүрлі маркетплейстерге тауар сатады, курстар жасайды, блогинг жасайды. Былай қарағанда соңғы 5-6 жылда әйел үйде баламен отырса да ақша табу мүмкіндігін қолына келді онлайнның арқасында. Бұл кішкене былай гендер ортасындағы бір білмеймін, бір таразыны теңдестірген сияқты болды. Менің көзімде теңдесу сияқты болып көрінеді ол. Ол жаңағыдай әйел алға кетіп қалды, еркек артта қайтты деген емес. Просто алдын әйелде ол нәрсе болған жоқ қолында. Енді бар. Ол да жақсы емес па? Отбасылық қаржы екі жақтан келеді. Бір адамға қаржыны байлау дұрыс емес деп ойлаймын. Ол мына заманда үлкен риск. Біз капитализм, біз нарық заманына келген кезде бір адамның табысына қарап отыру, немесе бүкіл отбасының кірісі тек бір адамға байланып отыру дұрыс емес. Сондықтан да қазіргі кезде мынау әлеуметтік желі және интернет арқылы әйелдер екінші жақтан кіріс кіргізіп отыр. Бұл жерде бір теңдесу деп қараймын, бірақ әйел мықты болып кетті деп айта алмаймын енді. Әрине бар, ондай кейстер жоқ емес. Әйел еркегінен де көп тауып, сен әлсізсің деп ажырасып кететін ситуация да болады. Ол жерде енді проблеманы мен ойлаймын бір нақтылап қарау керек және индивидуально қарау керек деп ойлаймын. Мүмкін ол кезде оған дейін қарым-қатынаста бір тоқырау болған шығар. Әйел сол ақша тауып алайын, өзім жеткізіп алайын, содан кейін ажырасам деген стратегиясы болған шығар. Бұл жерде әртүрлі ситуацияға қарау керек та, ажырасу ол бірден бір, көбісі айтады ғой жаңағыдай, ақша тауып қыдырып ажырасты деген сияқты да. Ажырасу ешқашан, ажырасудың мәселесінде ешқашан ақша болмайды. Ол қарым-қатынастағы сондай текетірес болады. Ұзақ жылдар бойы бүйтіп жиналып келатқан. Сон жеме-жемге келген кезде осындай дегенде беткі ғана себебі көрініп жатады да. Негізі кез-келген әйелге ажырасу невыгодно. Біздің қоғамда, мына патриархал қоғамда дым да тиімді емес. Ажырасқан әйелдерді қоғамда әлі күнге дейін сөгеді. Өкінішке орай. Білем, өз басымнан білем. Өкінішке орай. Адам қатарына сызып тастайды. Неге екенін түсінбеймін. Ажырасқан еркекті адам қатарынан сызбайды, әйелді сызады. Оған көзіне бүйтіп шұқып отырады, үнемі шұқып отырады. Бүйтіп жаңағы өздерінің күйеулерін қызғанып, әйелдердің өздері күйеулерін қызғанып, өсек айтып, былай қарағанда қарасақ ажырасқан әйелдің өмірі қиындау да, сондықтан да әйел ажырасар алдында ол миллион рет ойланады. Миллион рет, ол оңай қадам емес. Ол әбден әйелдің жету керек та, бір түбіне жер жебіріне жетіп, осы қанын ішіп болған кезде амал жоқ. Ол не осымен өлем, осы қаншермен өлем, немесе кішкене болсын бір арасында бір. Мен оған көнбедім. Міне. Көне алмадым, және мен оны менің жалғыз өмірім бар. Менің әсіресе мынау екінші некеде мен ондай үлгімен баламды өсіргім келмеді. Мен кімнің алдында кінәлісің десе, қоғамның алдында емес. Мен бір кінәм болса, осы оқиғада, мен әлімнің алдында кінәлімін. Сондай адаммен өмір сүруге мәжбүр еткенім. Бірақ соның өзінде менің балам басымнан сипап келіп, мама, сіз бақытты болғыңыз келді ғой деді. Бала түсіну үшін сіз өзіңізді таңдай алуыңыз керек қой, бала түсіну үшін. Ал егер бала... Мен қазір баламмен бақытты болып отырмын. Баламның айтқан ақылы, баламның басымнан келіп сипағаны, одан артық бағым жоқ менің. Онда мынаны алып тастарсыңдар. Дастан, если что, алып тастайсың. Записьте болады ғой, сымбат, не переживай. Бұл әділетсіздікті мен көп көремін.
менің достарым, құрбыларым арасында, туған туысым арасында ажырасқан әйелге деген қарым-қатынасты мен көремін. Мен оған келіспеймін. Неге? Ол әйел ғой, ол қандай болса да әйел. Тура сол еркектің тауып отқан ақшасын тауып отыр, тура сол баланы қарап отыр. Ажырасқан әйел, ол одновременно бір мезетте ол әйел де, еркек те. Иә. Ол үлкен жүк. Сондықтан да осы мәселеде жалпы ажырасу тақырыбына маған білмеймін, мүмкін осы пікір, сіздің осы интервьюіңіз айтқан пікірімде қарсы шығатындар болатын шығар. Ажырасу менің ойымда ол бір, айтады ғой, күнә дейді ғой. Иә, ол діни адамдардың көзқарасы бойынша. Бірақ бірінші кезекте ажырасу бұл адам құқығы. Тағы да адам құқығына келіп Адам тірелеміз. құқығы. Иә. Мен өзімнің сұхбатымда айттым ғой, Динараның сұхбатында. Право быть в семье и право развестись — это право человека деп айттым. Тура осылай деп айттым. Сондықтан бұл адам құқығы мәселесі. Және өлім бар жерде өмір бар. Өмір бар жерде өлім бар. Бұл таяқтың екі ұшы. Сондықтан оны трагедия қылудың да ешқандай райы жоқ деп есептеймін. Егер мүмкін болмаса, егер сенің ол жерде құқың тапталып жататын болса, адами намысыңа тиетін дүниелер болып жататын болса, адам жалғыз өмірін неге оны таптатып қою керек? Және мынау ұят сөзінің өзі, мен Динараға берген сұхбатында соны қайтадан айналып келе бердік қой. Ұят деген мәселені де талқылағанымыз бар. Ұяттың да ұяты болады. Ұят ол жаман дүние емес. Мәдениет дегеніміз өзі не? Мәдениет дегеніміз өзін өзі шектей білу. Нәпсіңе ие болу. Нәпсінің түр-түрі бар ғой. Нәпсіңе ие болу. Ұят та дәл сондай. Ұят деп не есептейміз? Маған мысалы, маған ата-анамның берген тәрбиесі, алған білімім, осыншама еңбегімді аяқ асты қылу, өзіме тең көрмейтін дүниелерге көніп отыру ұят болды. Иә. Басқалардың айтқан сөз емес. Мен осындай жасқа келіп, осындай сөздерді есту мен үшін ұят. Мен оған шыдамаймын. Менің ұятым осы. Ұят бұл философиялық категория. Ұятқа да әркімнің әртүрлі көзқарасы болады, таласы болады. Сондықтан ұят бұл жаман дүние емес. Ол да түсінігіңе байланысты. Ұятты қалай түсінесің? Қоғам алдындағы ұят. Мен оны тәрк етем, онда ұятты. Өз басым. Маған ұят, егер мен соған көнетін болсам, сол ұят. Иә. Соған жол беріп қойып отырған өзіңе ұят емес па? Осылай өмір сүрген саған ұнай ма? Сен осыған ғана жарап тұрған адамсың ба сонда? Осыған көніп? Мен өзімнің алдымда оны ұят санадым. Менің ақиқатым осы. Өзіңе жасаған қиянат қой, былай қарағанда. Қиянат кәдімгі. Сенің өмірің, тәрбиең, жолың, білімің, онымен күресетін заң бар. Неге заңды қолданбайсың? Неге өзіңді қорғамайсың? Өзіңді қорғай алмайтының ұят емес па? Ұят. Міне осы дүниелерді ұят деп есептеу. Менің ойымша сол дұрыс. Иә. Келісемін сізбен. Бұл өте маңызды бір ой болды деп ойлаймын оқырмандарға. Менің де оқырмандарым көрсе, бір жақсы бір мотивация болатын еді. Сондықтан да рахмет осы сөздеріңізге. Роза, бұл әңгімеміз ұзаққа дейін шабат. Мен түсінемін, бұның шеті шегі жоқ әңгіме, бұл кәдімгі мұхит. Біз әлі де кездесеміз деп ойлаймыз. Маған келіңіз қонаққа. Иә, мен сізге барайын енді, сөйтіп бір-бірімізден шай ішіп, әдемі өмір сүрейік. Өмір деген өзі, мен айтам ғой үнемі, қонаққа келгендей, әдемі келіп, әдемі кету керек бұл өмірден. Сондықтан біз бір-бірімізге қонақпыз. Бүгін сіз менің арнама келсеңіз, бір күні мен сізге келем, Құдай бұйырса. Бұл әңгіме шеті шегі жоқ әңгіме. Сондықтан бүгін YouTube арнама қонақ болғаныңызға көп рахмет. Шақырғаныңызға. Бір келгенде осылай Алматыдан күтіп алғаныңызға көп рахмет. Гүл алып, бір рет таныстық, ары қарай достыққа ұлассын. Бұйырса. Иә, басы сол таныстықтан басталып, YouTube'дан, инста парақшадан. Иә. Менің арнама қонақ болған Роза коуч деген атпен бәріңізге таныс Роза Әшірбаева. Көп нәрсені талқыладық. Өзіңізге түйіп алатын ой болса, арасында мен қуаныштымын. Менің арнам My Prime Time деп аталады. Өмірдің жарқын
жарық жағында өмір сүрейік. Мен Дана Нұржігітпін. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Аман есен болыңыздар. Сіз каналға жазылуды шақырмадыңыз. Пікір қалдыруды, активность көтеру керек. Жақсы. Андай, Мен сұрауды білмеймін ғой сол. арнаға жазылып, қоңырауды басып, Иә. келетін қонақтарды осындай жақсы әңгімелер күтіңіздер деп Иә. призыв тастаңыз. Иә. Сосын бізбен келіспейтін тұстарыңызға астына комментарий жазып отырыңыз деп. Иә. Қышытып отырсаңызшы. Жақсы. Мгм. Кеттік. Қымбатты көрермендерім, бүгінгі сұхбатымызға пікір қалдыруды ұмытпаңыз, қоңырауды басып жазылуды ұмытпаңыз. Тіпті ұнамаған жерлері болса да, маған болсын, Розаға болсын, сыни пікір жазсаңыз да мен ренжімеймін. Ең бастысы кибербуллингке, сталкингке өтіп кетпеңіздер. Ол да заң шықпаса да оның моральдық тұрғыдан дұрыс емес екенін түсінген шығарсыздар бүгінгі әңгімемізден. Сондай-ақ менің YouTube арнамнан тағы қандай кейіпкерді көргіңіз келеді, оны да жаза кетіңіздер. Сөйтіп арнама жазылыңыздар. Роза, көп рахмет. Арнамда күтемін. Аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.